Сымбат айдарының тақырыбы қол күтімі деп аталады. Олай болса, студиямыздың қонақтарын қарсы алайық. Халықаралық қыздар арасындағы бокс турнирінің жеңімпазы Айгерім Ізбасар және қобызшы Ақерке Тәжібаева. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? Қыздар, қол терісіне ерекше бір күтім жасайсыңдар ма? Қолға әрине күтім қажет, себебі қандай да болмасын әйелдің бірінші көрсеткіші, мен ойлаймын, жасының көрсеткіші қолдың терісі деп. Айгерім, бокспен айналысқаныңа қанша жыл болды? 2,5 жылдай болып қалды. 1 жыл бұрын жарысқа шыға бастадым, 1 жыл дайындалдым жарысқа. Қыздардың боксы оңай емес. Иә. Енді қалай қорғайсың ана қолды, нәзік қолдарды? Вазелин жағасын, крем жағасын душтан кейін, басқа білмеймін, маска жасап көрген жоқпын, шын айтамын. Ал қолыңды немен жуасың? Жуудың да бір өзіндік қасиеттері бар деп жатады. Сабынмен. Тек сабынмен? Сабынмен. Сабынның өзінде жақсы жағы, жаман жағы бар. Кір сабын жусаңдар, қыздар, жаңа көптеген химиялық сілтілері бар да құрамында. Сондықтан ол көбінде қолдың терісін құрғақтатып жібереді. Алаша, сен қандай күтім жасайсың қолыңа? Шынар апай, ең басы қыздың енді кәрілік жайында айтпай қойын, бірақ та уақыт өте келе ең басы ол әжімдер қайда түседі десеңіз, ол қолдарға түседі. Қолдардан білінеді жалпы қыздың, әйелдің неше жастағы екен. Сондықтан да қолымызға өте әдепті қарауымыз керек, ұқыпты қарауымыз керек. Әрине мен Ақерке айтып жатқандай сабынмен жуып жатпаймын. Көбінесе әдейі сол арнайы қол күтіміне арналған иіс сабындармен жуып жатам, содан кейін арнайы кремдерім бар. Айгерім, осы бокспен айналысқан қыздардың қолдарының терілері қатты болатын сияқты менше. Қатты болады. Сүйек жақтары қатты болады. Отжимание жасайсың қолмен. Мешок ұрасың, гантель ауыр көтересің, штанг көтересің, гриф тастайсың. Мозоль дейміз, мозоль болады. Айгерім, сен неліктен спорттың түрлерінің ішінен боксты таңдадың? Неге басқа түрін таңдамадың? Өзіме ұнайды. Өзіңе ұнайды ма? Өзіме ұнайды. Боксты сүйіп қараймын, телевизорден қарайсың. Боксты жақсы көремін. Қолдарыңды аямайсың ба? Ауырмай ма? Ауырмайды. Үйреніп қалған. Олай болса, қол күтімі жайында менің ойыма баяғыда бір оққан бір деректер есіме түсіп тұр. Клеопатра өзінің қолының әдеміліктерін сақтап қалу үшін есектің сүтімен қолын жуады екен. Мәссаған. Қазір енді есектің сүтін табу өте қиын шығар. Басқа жағы болмаса ол. Қалалы жерде. Қол күтімі туралы кеңінен ақпаратты біздерге дәл қазір косметолог Салтанат Исин айтып беретін болады. Салтанат, қарсы аламыз. Саламатсыз ба, Салтанат ханым? Студиямызға қош келдіңіз. Сізге алғашқы сұрақ. Осы әйелдердің қолының терісіне қарап, жас шамасын анықтауға бола ма? Әрине болады. Неге десеңіз, қолда айтады ғой, мына визиталық карта әйел адамның бірінші жас қыз келіншектер, сіңлілерімізді содан анықтауға болады. Біріншіден біздің мәдениетімізде ең бірінші қол алысу, амандасамыз. Әрине қолды алып көрмей жатып, қолды қараған амандасқанда сіз білесіз, қаншалықты бұлай өзіне жақсы күтім қарайды, қаншалықты өзіне, біз айтамыз ғой, бірінші беті, одан кейін әйел адамның бірінші бетке көрінетін беті, мойны, қолы. Қыз енді көп қыз-келіншектеріміз ұмытып кетеді. Бетін өте жақсы күтеді де, қолға өте көп мән бермейді. Керісінше, негізінде ең бірінші қолға өте көңіл бөлу керек. Негізде тұрғанда, жұмыс істегенде бәрі біз қай нәрсені болсын қолымызбен ұстаймыз. Сондықтан да қол күтімі бетке қарағанда 10 есе жоғары болу керек. Қол терісінің қартаю себебі неде сонда? Неге десеңіз, қолдың қартаюы деген енді қол күтім жоқтан. Бірінші қартаяды, бет деп айтып отырмыз ғой, қолда, ол да ең бірінші күтіну керек. Енді мына үй мәселесінде келсек, расқасында енді косметикалық қазір қол кремдері өте көп. Жаңа витамин А дейміз, витамин Е-сі бар, витамин жоғары болса, су құрамы қол сияқты, бет сияқты қолда да су құрамы өте жоғары болса, ылғалы жоқсы болса, онда қол күтімі де қартаймаудың алдын алады ең бірінші.
бірінші. Түсінікті. Қол терісіне арналған бір арнайы бізге маска жасап беретін түріңіз бар сияқты. Бар. Олай болса, қыздарымыздың мен Айгерімнің қолына жасағым келіп тұр. Бір күн болса да нәзік болып барсыншы қол үйге. Жасаймын да. Үйде бәріміздің тоңазығымызда қаймақ бар. Қаймақ бар. Болмаса енді кішкене айран болса да болады, бірақ негізі қаймақ ең дұрысы. Одан кейін мына жұмыртқа, үйде кездесетін кішкене бал, бәрін араластырып қолға істесек болады. Ең бірінші бұны масканы істемей тұрып, әрине мындай косметикалық салондарда жасатпаса да, болмаса үйде де ол бар. Қазір кез келген осындай арнаулы дүкендерде бәрі сатылады. Тазалайтын. Бірінші қолыңызды тазалап көрсетейін. Айгерімге мына бірінші қолын, бір қолын қазір жасап көрсетемін. Екінші қолын сонда салыстырғанда қаншалықты айырмашылық бар екені көрінеді. Мына қолды үй мәселесінде өзіңіз бір қолыңызға жасасаңыз да болады. Мынау көріп тұрсыз, мынау кішкене өзі клеткалардың түскені адамға сезінеді. Қолдың кір емес, мынау қол жаңағы өлі терілеріміз түскеннен кейін соны айтады. Кейбіреулер енді ең бірінші бұл осындай жағдайлар косметикалық жетістіктер жетіп жатқаннан кейін істегенде ойлайды елдер, мынау адамның қолымның кірі осыншалық па деп. Жоқ, бұл осыншалық емес. Бұл адамның бірінші осындай айтқысы келген Айгерім, қолыңыз таза. Соны айтайын деп тұрып, бетіне қарап, қолына қарамақ деу мүмкін емес қой. Енді сіз спортшы болғаннан кейін осындай болуы мүмкін енді. Мынаны енді біз кішкене ғана жуып жерсек болады. Бұл таза су. Таза суға қолыңды енді шайып жібереміз. Су қандай болу керек? Жылы, Су жылы, әрине. Жалпы қолды қандай сумен жуу керек? Қолды енді мына ыстық, қатты ыстық суға да, қолын жаңа айтып жатырмыз ғой, неге қартаяды деп. Өте қатты ыстық суға да, болмаса қатты суық суға да салуға болмайды. Мына мен сүртіп жегеміз. Табыла қалады. Өте жақсы. Жаңа қол ыстық, жаңа өте суық су десек, тағы да болады. Міне Айгерімнің қолын сізге мына салыстырып көрейік. Көрдіңіз бе? Мен де көргім деп тұрмын. Бәрін ескеріп беруге дайынмын. Көрдіңіз бе? Мынау сонда ағарғандығы жаңағы нәзіктеліп, көрдіңіз бе? Мынау ең біріншісі. Екінші, енді мынадан кейін жаңағы пилингті жасадық дейік. Бұдан кейін кішкене ғана бұл қолын жуып жіберетін кәдімгідей су сабын деп айтуымызға болады. Айтпақшы. Иә. Су сабын демекші, қандай су сабынмен немен жуу керек негізі? Қандай сабындармен? Үйде енді айтсақ, су қол сабын болса, су сабындарға қазір арнайы су сабындар бар, көп өте алоэ вера деп айтып жатамыз. Сондай жақсы қосылған иістері бар, сондай сабындармен жуған жақсы. Мынаны тағы да бір шайып жібереміз де, енді қолымызды сүртеміз. Мынау бір су сабыны болғаннан кейін, көрдіңіз бе, кішкене көбіршіктеніп су шығады. Бұл деген айтып тұрмын ғой, әйел адамдар ең бірінші қолға көңіл бөлген өте жақсы. Өйткені адамның айтып тұрмын ғой, жаңа қолымыз мәдениетімізде бар ғой, амандасып, ер адам болсын, әйел адам болсын, адамның қолынан қарап, қаншалықты өз-өзіне күтетін. Беті әдемі болып тұрса, қолына қарасаң, қолы бір түрлі. Салтанат ханым, сіздер салонда бұдан басқа да қандай жаңағы қол күтімдерін жасайсыздар? Қол күтімдерін біз мынадан былай қарай, мына қолымыздың басына иығына дейін тазалап, жаңа көрсеттім ғой, пилингті жасаймыз. Парафин, аппараттар бар. Аппараттар енді бүгінге не қылмай қалды. Парафин бар. Парафин деген ол үй жағдайда жасауға болады. Салонға, әрине салонға да барып жасаған жақсы. Өйткені өзіңіз жасамайсыз, сізге біреу жасайды, қызмет жасайды. Жақсы емес пе? Келесі процедурамыз. Келесіміз. Мына мен кішкене ғана сізге массаж жасап жіберейін. Бұл не? Бұл массаж майы. Қолына кішкене жағып. Бұл массаж майы, яғни крем. Массаж, яғни крем болғанда, крем болса ол сіңіп кететін нәрсе. А массаж майы кішкене сіңбей, мына қолдың массаж жасауынаға ыңғайлы болып тұрады. Кішкене майлау, мен сізге беліңізге емес, мына бер жағыңызға жасап көрсетейін. Қап. Рахаттанып жатырсың ба? Айгерім қалайсыз? Керемет. Мына жаңа қазір мен сіздерге мына ілініп тұрған біздің қолымыздағын айта кетейін. Мына қарап отырып, қараңыздар. Мына қолымызды, мына жасап жатырмыз ғой массажын. Әрине, мына қол деген неге рахаттанады? Неге десеңіз, мына қол алақанымызды ашсақ, мына алақанды ашатын болсақ, міне көріп тұрсыздар, мына жерде біздің үлкен ішегіміз дейік. Ішкі ағзалардың суреттері тұр. Ағзалардың бәрі көрсетіліп тұрады. Осы арқылы жасасаңыз, қандай рахаттанасыз? Көрдіңіз бе? Бұл да ең бір керемет нәрсе қазір. Қол деген, қол мен аяқ
енді біз қолды айтып жатырмыз ғой, енді қолды айтқаннан кейін аяқты да айтып кетуге болады. Осындай массажда жасап тұрса, адам неғұрлым дем алады. Даже салондарға барсаңыз да, осыдан. Енді үйде жоқ болып жатса, жағдай салонға барған. Егер асқазаныңыз ауырса, массаж арқылы асқазанды жөнге келтіруге болады. Біз салондарда айтып отырмыз. Мына нүктелерді сіздер үшін бүгін алып келдім. Көрсеңіздер, мені көрдіңіз ба? Құлағыңыз ауырса, басыңыз ауырса, осы точкаларды басу арқылы ауруды қойдыруға болады. Түсіндіңіз, иә? Қазір енді кімге дайын маскадан салып берсек те болады. Иә, Болады ма? дайын маска жасап берейік. Мына маска дайын тұр. Ал қолға арналған масканы дайындауға мен сізге көмектесейін, сіз айтып тұрыңыз. Әрине. Қандай жаңағы заттар қосылады? Үйдегі, біз айттық қой, үйдегі бәрімізде клегей бар, иә? Сол клегейден бір қасық, бір жарым қасық салсаңыз жетіп жатыр. Клегейден бір жарым қасық. Ал, одан кейін? Одан кейін мынау ақты жұмыртқаның сарысынан. Жұмыртқаның сарысынан қанша? Осындай бір қасық. Бір қасық жетеді. Одан кейін? Балдан саласыз. Балдан қанша? Балдан да сондай бір жарты қасық салсаңыз. Жарты қасық. Соның бәрін жақсылап араластырып. Жақсылап араластырып, сосын кейін жағам. Жылап қойымыз керек еді. Енді мынауымызға жақсақ болады екен. Қыздар, байқадыңыздар ғой? Мен сол ақаймын. Солақай адамдар Шынар апай мықты келеді, өте ақылды келеді. Қаттырақ айтшы. Жағып барады. Маскамыз дайын болған сияқты. Орап, жылылап орап қойып қоямыз. 5-20 минутке. Ал Айгерім, сен өзің қалай, не сезіп тұрсың? Екі қолыңда айырмашылық бар ма? Көреді ғой. Сезініп тұрсың ба? Сезіп тұрмын. Бір дызылдап, дуылдап, бір қан жүгіріп, ысып деген сияқты. Әсері бар ма? Суықтанып. Суық абракадар. Су беру жағдайында сондай суықтандырғыш болады. Өзіңіздің қолыңызды көріп кетейікші. Иә, қанша минуттай? 15 минуттай ұстау керек. 15 минут өтті. Енді келесі маскамызды жасайық. Енді Әйгерімнің қолын біз бүгін көрсетмәсінде енді бұны жақсылап жуамыз. Иә, Әйгерімнің қолы рахаттанып жатыр ма, жоқ әлде керісінше білмеймін. Қинатып жердік па? Жақсы. Тымқылдап сүртіп алайық. Одан кейін қазір екінші маскамыз салып көрсетейік. Енді бүгін бір қолыңыз бен бір қолыңыз айырмашылығы үлкен болады. Оны көріп тұрған шығарсыздар. Ал енді маскамызды. Ал келесі маскамызды онда жағайық, жақсылап. Мына қолыңызды сойайық. Мына көрдіңіздер ме? Көрсетіп қойға болады. Көресіз не дейін өзгеріп кетті, қыздар. Қолдарыңыз көріңіз. Мына қолыңызды ұстап көріңіз. Иә, керемет. Мынаны қара. Қандай нәзік. Сондықтан да адамның балғындығы деп айтамыз ғой. Иә, терісінің балғындығы. Балғындығы болып тұр, көрдіңіздер ме? Қолдарынан. Салтанат ханым, маскамызды жағамыз. Мынаған жағайық енді. Бір қолды. Бүгін бір қолыңызды әдемілеп жатырмыз. Иә. Келесі тағы келсеңіз, онда екінші қолыңызды әдемілеп беремін. Салтанат ханым, қолымызды орап қанша уақытқа қалдырамыз? 15-20 минутке қалдырамыз. 15-20 минутқа. Қыздар, міне өздеріңіз куә болдыңыздар. Үй жағдайында осы Салтанат ханымның айтқан маскасын жасап жүріңіздер. Қолымыздың терісі әрқашан балғын түрін жоғалтпасын. 7-ші арнада қыздар арасында ток-шоу, жарнамадан соң жалғастырармыз. Мына қыздың тіп-тік отыра қалғанын қарашы. Қорқа бастадың ба? Көзің жетті ма? Қисаймай отыр еді. Байқасаңыз, екі жауырыныңыз қосылып, арқамыздың дельта тәрізді және ең кең бұлшық еттері тартылады. Аша, арқаңды тік ұстап отырсаңшы, омыртқан қисаятын болды ғой. Шынар апай қойыңызшы, осылай ыңғайлы маған. Омыртқаның қисаюы денедегі бүкіл ауруларға кеп соғады, білесің ба? Білем. Білсең айтып берші, білсең неге тік отырмайсың? Шынар апай есін шардыңыз ғой. Маған сенбесең, арнайы маманды шақырайық.
Олай болса студиядағы қонағымызбен танысып болыңыздар, дәрігер Тұлбасиева Жанар ханым. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Айтыңызшы, омыртқа не үшін қисаяды? Қазіргі таңда 11-12 жаста жасөспірімдер арасында көп кездеседі омыртқаның қисаюы. Егер де омыртқаның қисаюын алдын алмасақ, көбінесе көп асқынуларға алып келуі мүмкін. Соның ішінде арқада үлкен төмпешік пайда болады. Омыртқаның қисаюына көп себептер алып келуі мүмкін. Оның ішінде қатты соққы алған кезде, немесе сүйектің сынуы кезінде. Тағы бір себебі ол адам денесінің дұрыс қалыптаспауы. Яғни ол адамның бір аяғы екінші аяғынан ұзын болса. Тағы бір себебі ол жаңағы адамның өзін дұрыс ұстамауы. Яғни ол орындықта қисайып отыруы, немесе дұрыс жатпауы мүмкін. Омыртқа қисаюының қандай түрлері бар? Омыртқа қисаюының екі түрі бар. Ол туа біткен және жүре пайда болатын. Туа біткен түрі ол жаңағы омыртқа, жауырын, қабырға, төс сүйектерінің әртүрлі даму себептеріне байланысты болады. Ал екіншісі? Екіншісі ол жүре пайда болады, жаңағы бірнеше түрлері бөлінеді. Ал сколиоздың қандай даму кезеңдері бар? Сколиоздың 4 кезең бар. Ол жаңағы омыртқа бағанасының қисаюының жаңағы градус бөлінеді. Яғни жаңағы ең жеңіл түрі ол 10 градусқа дейін қисаю. Бұл кезеңде сколиоздың алдын алуға әртүрлі жаттығулар жасау арқылы болады. Екінші кезеңі 10-25 градус аралығында. Ол яғни мойын сүйектерінің қисаю байқалады. Ол қалай қисаяды? Неліктен қисаяды? Яғни ол жаңағы дұрыс себептерін айттық. Көпшіктердің биік болуы әсер етуі мүмкін ба? Әсер етуі мүмкін. Үшінші кезең ол жаңағы 25-40 градусқа дейінгі омыртқаның қисаюы. Бұл кезде арқада дүмпу пайда болуы мүмкін. Ал омыртқа қисаймас үшін не істеу керек? Ол үшін бірнеше қағидаларды ескерген жөн. Қандай қағидалар? Жұмыс үстелінде ұзақ отырсаңыз, онда арқаңызды орындыққа тік жаңағы отыруыңыз керек. Мына қыздың тіп-тік отыра қалғанын қарашы. Қорқа бастадың ба? Көзің жетті ма? Қисаймай отыр еді. Ескерген момент. Сосын отырған кезде дене қалпын өзгертіп отыру керек. Орындықтың ұзындығы әсер ете ме? Әсер етеді. Яғни орындықтың ұзындығы аяғымыздың ұзындығының лайықты болу керек. Яғни аяғымыз жерге тиіп тұру керек. Сонымен қатар әр 30-40 минут сайын жүріп тұрып ұзақ отырмау керек дейсіз ғой. Сонымен қатар тағы жаңағы қатты төсекте жаттығуға тырысу керек. Немесе көбінесе жаңағы қозғалыста болу керек. Ал берген пайдалы кеңестеріңізге көп-көп рахмет. Ал қазір менің құрбым Үнжу омыртқаны қалай түзу ұстау керектігі жайында жаттығуларды көрсететін болады. Дайынсыздар ма? Ал біз дайынбыз. Ал Үнжу, омыртқаны түзу ұстау үшін қандай жаттығулар жасау керек? Ол жаттығулар әрине түрлі-түрлі, дегенмен біз бүгін үйдегі мүлдем ойымызға келмейтін заттармен жасап көретін боламыз. Тамаша. Қалай ойлайсыздар? Майшамен қандай жаттығу жасауға болады? Майшамен әдемі. Майшамен қандай жаттығу жасауға болады? Білмеймін, мен өмір жасап көрмеппін. Бар ештеңе келіп дүкеннен қонбады. осындай майшамды сатып аламыз. Аш жасаған екеу. Шынар ханымға екеу. Қандай әдебі? Мінекей. Қалай ойлайсыздар? Бұндай майшамен қандай жаттығу жасауға болады? Енді жарықты Кәнекей, түрлерін көрсетіп жіберіңіздерші. Білмейсіз қандай екен. Сонымен қыздар, қолымызда кішкентай ғана әдемі майшамдар бар. Бұны біз алақанның ортасына қоямыз дағы. Шынтағымызды екі жаққа қарай белге, аяқты иықтың бойымен қойып, ішімізді өзімізге тартамыз дағы. Иығымызды сәл-сәл алға. Кеуденің кең бұлшық етін тартқандай бір сезімде боламыз дағы. Қолмен екі жаққа қарай ашамыз дағы. Екі алақанды бірге қосамыз. Тағы да. Сонда бізге майшамдар қалай көмектеседі екен? Майшамдар бізде қолымызды бір жаңағы қалыптастауға, содан кейін қолым күйді. Жай ғана қимылдатуға. Өйткені біз тез қимылдататын болсақ, өшіп қалады. Ал бұл жаттығуды біз өте баяу жасауымыз керек.
Сонда сіздің барлық арқаңыздың, омыртқаңыздың барлық бұлшық еттерін тартылғанын сезінесіз. Қыздар, үйде бәрімізде осындай орамалдар бар. Осындай орамалдармен жаттығу жасаймыз. Аша, ойлашы, қандай жаттығулар жасауға болады? Орамалды былай ұзыннан аламыз, 2 рет қосамыз, тағы да 1 рет қосамыз, тағы 2 жағынан ұзыннан алып аламыз. Қолды барынша кең аштық, аяқты иықтың бойымен қойдық, ішімізді өзімізге тарттық, тағы қолды артқа қарай. Оп, аңай, алға қарай. Оп. Байқасаңыз, 2 жауырыныңыз қосылып, арқамыздың дельта тәрізді және ең кең бұлшық еттері тартылады. Сонымен сіз омыртқаның жоғарғы жақтағы бөлігін тартып қана қоймай, сол қалпында, сәл-сәл осы қалыпта бірнеше секунд тұра тұрдық. Тағы да ауаны шығарып алға жылжытамыз. Өте оңай сериалыңызды көріп тұрып, немесе біреумен наушникпен әңгіме айтып отырып, осындай жаттығулар жасасаңыз болады. Тағы да бірнешеуін жасаймыз. Тамаша. Үйдегі таяқша, немесе жаңағы оқтау, кез келген осындай үлкен бір матаны алып алып, осындай жаттығулар жасасаңыз болады. Тағы да 4-еу, 3-еу, 2-еу және 1-еу. Сонымен арқаның ғана бұлшық еттері қоймай, сонымен қатар жаңағы иығымыздың буыны. Өте жақсы жаттығу. Тамаша. Келесі жаттығу 3-ші. Нақты біздің жаңағы би залдарында көбінесе қыздарға берілетін жаттығудың бірі кітаппен жасалатын жаттығулар бар. Олғандай жаттығулар кітаппен. Басында қоямыз ба? Орамалды орнына қоя салайық. Шынар ханым, арт жағыңызда 3 кітап тұр. Әп-әдемі. Бұл кітаппен әрине офиста отырғанда, жұмыста, үйде, сабақта 5 минут қолыңыз босай қалатын болса, осы кітаптарды алып, немесе кез келген папканы алып, сан түрлі жаттығулар жасауға болады. Бірақ бізге бүгін, бізге бүгін бұл кітаппен, осы кітаптың салмағын пайдалана отырып, біз жаттығулар жасаймыз. Бізге бүгін арқаны түзейтін жаттығулар керек, сол себептен кітапты басымызға қоямыз. Айттым ғой. Сонымен осы кітапты басымызда ұстап тұрып, құлатып алмай, арқамызды тіке ұстап, жүре бастаймыз. Қараңызшы, қандай тамаша. Енді байқасаңыз, аяқыңыз бір қалыпта, бір келкіде, өте баяу, өте жұмсақ, иығымызды ұстап тұрып, ішімізді өзімізге тартып тұрып, кішкене шынтағымызды ішке қарай кіргіземіз. Қол мынандай болып кетпеу керек, қыздар. Шынтақты сәл ішке кіргіземіз. Өйстіп бірнеше минут жүреміз. Уақыт болған жағдайда 30 минуттай жүруге болады. Қалай ұстап тұрма? Менікі ұстап тұр, құдайға шүкір мен. Кітапты басқа қойған кезде бірден иығыңыз ашылады дағы, кітапты құлатып алмайын деп ойлап тұрасыздар. Сонда ішіңізді бірден тартсаңыз, бір қалыпқа. Тамаша. Үйде кітапты қойып алып, осылай жүреміз. Арқаңызда қараңызшы, қандай түзу болды. Рас қой, қыздар? Тамаша. Ал Үнжу, сіздің көрсеткен жаттығуларыңызға үлкен рахмет. Шынымен де керемет, қыздар. Омыртқамыз қисаймасын десеңіз, Үнжу айтқан кеңестерге құлақ аса жүріңіздер. Ал біз сіздермен келесі бағдарламаға дейін қоштасамыз. Сау саламатта болайық. Олай болса бәріміз билейміз.